Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін мен сливадан қысқа деп арнап мохито сусын дайындаған болатынмын. Ең алдымен бізге 3 кг слива, 2 апельсин, 1 лимон және жалбыз қажет болады, яғни мята. Мен бұлардың барлығын ас содасын қосып отырып жақсылап жуып алған болатынмын. Өйткені бұлар базарда ашық жерлерде сатылғандықтан жақсылап жуу керек болады. Ең алдымен лимонды дөңгелектелген күйінде бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін ортасындағы дәндерін алып тастайтын боламыз. Яғни дәнектерін алып шығамыз. Енді апельсинімізді де дәл солай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Онда да дәнектерін алып тастаймыз. Мен алған апельсинде дәнектер жоқ екен. Егер де сіздікінде болатын болса, міндетті түрде алып тастаңыз. Алдын ала стерилденген жуылған банкаларымызға сливаларды бөліп саламыз. Яғни менде 2 литрліктен 5 банка, барлығына 600 грамнан салдым және 1 тілімнен лимон, сонымен қатар жалбыздарды бөліп, 2 тілім апельсиннен бөліп салып шыққан болатынмын. Банкаларымызға сақырлап қатты қайнап тұрған суды барлығына құйып шығатын боламыз. Міне құйып шықтық. Суымызды 20 минут көлемінде қақпағын жауып қалдыратын боламыз. Міне достар, бізде 20 минут уақыт өтті. Енді эмалды ыдысымызға банкадегі суымызды құйып шығатын боламыз. Міне қарап тұрсаңыздар, әдемі түске боялып рең берген екен. Суымыздың үстіне 500 грамм қант саламыз да газға қойып қайнатамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің сиропымыз дайын болып жатыр. Енді осы сиропымызды банкаларымызға толтырып құйып шығатын боламыз. Яғни банканың бетімен келтіріп толтырып құйған жөн, әйтпесе ауа кіріп кететін болады. Сізде қайнатып алсаңыздар, қысқа деп қыста рахаттанып тұрып ішетін боласыздар. Ендігі кезекте банка жапқыштың көмегімен осылай қақпақтарын бекітіп алатын боламыз. Міне біздің банкалар дайын. Енді осы банкаларымызды төңкеріп және суығанша бетін қалың сүлгімен жауып қоятын боламыз. Назарларыңызға рахмет.